Бүгінгі сабағымызда жаңа заман дүниежүзі тарихының әрі қарай жалғастыратын боламыз. Солтүстік Америкадағы отарлық жүйені және де тәуелсіздік үшін соғыс пен Америка құрама штаттарының құрылуы жайлы тақырыпты қозғайтын боламыз. Олай болса, Солтүстік Америкада ең бірінші рет 1607 жылдан бастап ең алғаш рет ағылшындықтар отарлау жүйесін бастап, Солтүстік Америка аумағында бос жатқан жерлерді, сонымен қоса құнарлы жерлерге қызығу арқылы өздерінің отарлау жүйесін бастаған болатын. Осы құнарлы жерлерді өздерінің иеліктеріне қарай қарату мақсатында ағылшындықтар 13 отарлық жүйені қалыптастырған болатын. Осы кезде ағылшындықтар отарлық жүйені жүргізу барысында Солтүстік Америкада негізінен скватерлік жүйе қалыптасқан болатын. Жалпы скватерлік дегеніміз ол бізде бос жатқан жерлерде келіп батысқа қарай шығыстан, яғни Англия жерінен Солтүстік Америка жеріне қарай адамдардың келіп қоныстануы. Яғни Солтүстік Америкада бөлікте көптеген жерлер, құнарлы жерлер бос жатыр. Сол бос жатқан жерлерге ағылшындықтардың ешкімнің рұқсатынсыз келіп өздері қоныстануы. Осыны бізде скватерлік қоныстану деп атаймыз. Скватерлік қоныстану, яғни бос жатқан жерлерге келіп қоныстануды айтамыз. Екінші, фермер. Фермер ауыл шаруашылығының ірі қожайындарын, яғни иелерін бізде фермер деп атаймыз. Үшіншісі бізде плантация. Плантация қант қамысын, кофе, шай, мақта, тағы сонда егетін ірі шаруашылықты плантация деп аталады. Осында үш негізгі түсінікті бізде айтып қарастырылғаннан кейін, бос жатқан жерлерге, яғни скватерлік жүйе бойынша келіп жатқан қоныстанушыларға 18 ғасырдың ортасына қарай король ақырындап тыйым сала бастайды. Осы тыйым салу арқылы оларға бос жатқан жерлерге корольдің рұқсатынсыз барып қоныстануға болмайды деген заңда шығара бастаған болатын. Нақтырақ айтқан кезде 1763 жылы король Аллеган жотасына бойындағы құнарлы жерлерге қоныстанушыларға келіп қоныстануына толығымен тыйым салады. Бұл жарлыққа қоныстанушылар, шаруалар өздерінің наразылықтарын білдірген болатын. Осы кезде енді гербтік салық деген мәселе бар. Бұл салықтың бір түрі болып есептеледі. Жалпы бұл көбінесе мемлекеттің ішіндегі құжаттар толтыру кезіндегі кез келген бір құжатты толтыру үшін мемлекеттің сол құжаттағы заттардың барлығын тіркеу кезіндегі жиналатын салық түрін бізде гербтік салық деп атаймыз. Одан кейінгі бізде тағы екі түрлі салықтар қалыптасқан. Ол салықтардың бізде талия және шіркеу ондығы деп аталады. Шіркеу ондығы, яғни оннан бір бөлігі, ал талия 5-тен 1 бөлігінде жиналатын салықтың түрлері жатқызылады. Келесі қарастырылатын Бостондағы шай ішу мәселесі болады. 1773 жылы Англия Солтүстік Америка аумағына қарай шайды, товарларды кемеге тиеп жіберген болатын. Осы кезде олар Бостон портына келіп тоқтайды. Бірақ Бостон портына келіп тоқтаған кезде 1773 жылы Англияның шайын отарлық америкалықтар ақырындап ол кемедегі шайдың барлығын теңізге қарай лақтырып тастаған болатын. Осы кездегі
Бостондағы шай ішу мәселесі дегеніміз осы, яғни кемеде тиелген шайды теңізге қарай жіберіп, яғни лақтырып тастауды оқиғасын біздегі Бостондағы шай ішу оқиғасы деп атпен тарихта қалған болатын. Бұл оқиға революцияның басталуына ақырындап түрткі болған оқиға болған болатын. Дәл осындай мәселе мысалға жаңа заманда ағылшындардың Қытайға қарай отарлау саясат жүргізілетін. Ол бізде білеміз әрине апиын соғысы. Яғни ағылшындар Қытайға қарай жіберген кемедегі тауарлардың барлығын қытайлықтар да суға қарай теңізге лақтырып жіберген болатын. Онда өйткені апиын болған болатын. Сол себепті ағылшындықтарға қытайлықтардың наразылықтары. Дәл сондай ұқсас оқиға осы Бостондағы шай ішу мәселесі болған болатын. Енді әрі қарай бұл оқиғадан кейін көп ұзамай бір жылдан кейін, нақтырақ айтқан кезде 1774 жылы Филадельфияда барлық халықтық үлкен құрлықтық бірінші конгресс болған болатын. Ол конгресс, яғни жиналыс. Осы жиналыста ақырындап Американың өзінің тәуелсіздік алу ақырындап көтеріле бастайды. Сонымен қоса 1775 жылы, бір жылдан кейін, сәуір айында ақырындап соғыс басталған болатын. Яғни 73 жылы әрбір жыл сайын бір тағы қарастыра кететін болсақ, 1773 жылы Бостондағы шай ішу мәселесі болады. 1774 жылы Филадельфияда бірінші құрлықтық конгресс болады. 1775 жылы сәуірде соғыс басталған болатын. Енді 75 жылдан кейінгі мәселелердің бірі бізде осы 75 жылдан, мына жерге жазайын, 1783 жылға дейін бізде америкалықтардың ағылшындарға қарай өздерінің тәуелсіздік үшін күресі басталған болатын. Ол күрес бізде 8 жыл уақытқа дейін созылады. Кейін 75 жылы 1775 жылдың бізде Филадельфияда 75 жылы Филадельфияда екінші құрлықтық жалпы конгресс болған болатын. Бұл конгресс кезінде ең бастысы солтүстік Американың ағылшындардан толығымен байланысты үзу керек екендігі айтылады. Сонымен қатар осы екінші құрлықтық конгрессте Джордж Вашингтонның өзіне өз әскерін құру туралы шешімді шығарған болатын. Осы екі мәселе, яғни ағылшындықтардан байланыс үзіп тастау, екіншісі Джордж Вашингтонның өз әскерін ұстауға шешім шығарады. Яғни 74-75 жылы екі құрлықтық конгресс орын алған болатын. Кейін 1776 жылдың 4 шілдесінде конгресс бізде тәуелсіздік декларациясын қабылдайды. Яғни тәуелсіздікке қарай өздерінің заңдарын ақырындап шығара бастайды. Ақырындап біздегі Америка құрама штаттары осы тәуелсіздік декларациясы қабылданғаннан кейін бірігіп, керек екенін түсініп, ақырындап бір-бірімен бірігу мәселесіне көтерген болатын. Тәуелсіздік декларациясының авторы Томас Джефферсон болған болатын. Сонымен қатар 1777 жылы, яғни 1777 жылдың қазан айында бізде Саратоги түбінде соғыс болған болатын, қазан айында. Осы Саратоги түбінде бізде ағылшындықтармен қарсы америкалықтар соғысқан болатын. Осы америкалықтар мен ағылшындықтардың соғысы кезінде ағылшындықтар жеңіліс тауып, америкалықтар жеңген болатын Саратоги түбінде. Осы жеңістен кейін жаңа ғана
ақырындап тарих сахнасына көтеріле бастаған ақшқа бұл өте үлкен пайдасы тиетін, көрші мемлекеттерге дейін дәрежесіне көтерген, мықты мемлекет ретінде көтеріле бастаған жас республика ретінде бұл соғыс өте жақсы болған болатын. Саратоги түбінде 77-ші жылы болған соғыста. Кейін көп ұзамай бір жылдан кейін 1778 жылы 1778 жылы бір жылдан кейін соғыс Саратоги түбіндегі жеңістен кейін Американы Франция, Испания, Голландия өздерінің осы үш мемлекет Англияға қарсы соғыс ашқан болатын. 1871 жылы 1871 жылы күзінде Джордж Вашингтонның әскері ағылшындардың генералы Корнуоллистің әскерін жеңген болатын. Енді аты қиындау сәл. Джордж Вашингтонның әскері осы ағылшындардың әскерін 1871 жылы жеңген болатын. Осы жеңгеннен кейін ақырындап Англия өздерінің жеңілгендігін толығымен ақырындап мойындаған болатын. Көп ұзамай бізде 71 жылы ағылшындармен соғыс болады. Кейін 1783 жылы бізде міне 83 жылы соғыс бітеді уже. Соғыс бітетін уақытта 83 жылы Версаль келісімі орын алады. Осы Версаль келісімі бойынша Америка құрама штаттарының тәуелсіздігі мойындалады. Англия тәуелсіздікті мойындауға мәжбүр болады. Келісімі Версаль келісімі бойынша. Кейін 1787 жылы бізде республика ретінде жариялаған конституция қабылданады. Яғни конституцияны 87 жылы қабылдаған болатын. Осылай міне Америка құрама штаттарының құрылуы солтүстік Американың ағылшындардың отарлауы туралы толығымен мәліметтер барлығы жаңа заман кезеңіндегі осы. Яғни біз 18 ғасырдағы ақштың жағдайын қарастырдық бүгінгі сабағымызда. Енді бәрімізді байқап отырғанымыздай 73, 74, 75, 76, 77, 78, яғни барлығы бір жылдан кейін орын алып отырған оқиғалар. Жалпы соғыс 75-тен 83-ке дейін америкалықтардың ағылшындардан өздерінің тәуелсіздіктерін алу үшін күрескен соғыс болған болатын. Осылай бүгінгі сабағымызда толығымен аяқтадық.